Бийлер кеңесінің құрылғанына жарты жыл. Осыған орай Атырау облыстық сотында жыл басынан бері атқарылған жұмыстарды қорытындылауға арналған Бийлер кеңесінің қоғамдық рөлі, өткені мен келешегі тақырыбында мәжіліс өтті. Қазіргі уақытта қоғамдық бірлестікте 60 азамат тіркелген. Олардың 15-і қалада қызмет атқарса, қалғандары аудандарда жұмыс жасайды. Бүгінге дейін Бийлер кеңесі облыс бойынша 70-ке жуық даулы мәселені қараған. Олардың көпшілігі отбасылық тұрмыстық қарым-қатынасқа, дүние мүлікті бөлуге, ақша өндіруге қатысты. Исатай ауданында да құрылған Бийлер кеңесі осы 6 айдың ішінде 7 іске қатынасып, олардың 4-еуінде татуласуға қол жеткізді. Бұл біздің аталардан бері қарай келе жатқан ғасырлардың тезінен өткен дауларды шешу, бір ауыз сөзге тоқтау, бұның барлығын тек сот жүйесімен емес, елдің арасында, ауылдың арасында соған жеткізбей шешудің үлкен бір тетігі болып келді. Алға қарай да солай бола береді. Күнайым Сәкен, Ғани Сағындықов, Каспиан Ньюс.